Танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың екінші жары Айман қасиетті Мекке қаласында түсірілген бейнежазбасын әлеуметтік желіде бөлісіп, көпшіліктің назарын өзіне аударды. Бұл туралы өзгеріс.info сайты хабарлайды. Жарияланған видеода Айман қағбаны айналып жүріп, арбаға таңылған ер адамды сүйреп келе жатқан сәті көрінеді. Осы кадрлардан кейін желі қолданушылары арбадағы адамның Тұрсынбек Қабатов болуы мүмкін деген болжам айта бастады. Тараған пікірлерге қатысты Айман үн қатып, әлеуметтік желідегі қауесеттерге жауап берді. Құрсын адамдар, не болып кеткен? Қарапайым видеоны бұрмалап, арбаға таңылды, ауру деп шығарып жатыр. Субханаллах, осы суретті қалайша, бұлайша қабылдауға болады, деп жазды ол. Бұл видеодан гөрі соның айналасындағы әңгіме көп болып кеткендей әсер қалдырады. Қасиетті жерде түсірілген қарапайым кадрдың өзі бізге неге бірден күдікпен өсекке айналып кететінін түсіну қиын. Меккеге барған адам арба итерсе де, жандағы біреуге көмектессе де, оның міндетті түрде анау ма, мынау ма деп біреуге теліп жіберу қалыпты нәрсе емес. Айманның да ренжитіні түсінікті. Қасиетті орында жүрген сәтті хайпқа айналдыруға тырысу, әр қимылдан сенсация іздеу дұрыс емес сияқты. Жалпы мұндай жағдай бізге бір нәрсені көрсетеді, желдегі сөздің салмағы бар. Бір видеоны көріп, нақты білмей тұрып қорытынды шығару өзімізге де, өзгеге де пайда әкелмейді. Бұл жерде ешқандай да құпия, жасырын нәрсе бар деп ойламаймын. Қарапайым адам үшін бұл қажылықта немесе умрада түсірілген әдеттегі көрініс қана. Ал қасиетті мекенге қатысты әңгімеде әсіресе абай болған жөн. Себебі ол жер дауласатын, жорамал жасайтын орын емес, тыныштықпен ниет түзейтін мекен.